Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Балқаймақ арнасы. Бүгін біз бір жасағаннан шығатын керемет хаттама дайындайтын боламыз. Бұл үшін ұнымызға разрыхителімізді қосып аламыз, араластырып және ыдысымызға тұзымызды салып және жылымша суымызды салып, тұзымызды ертіп, осындай ұнның үстіне біртіндеп құйып отырып, әдемі қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды басын біріктіріп, әбден жақсылап илеп алғаннан кейін кішкене қамырымызды тындырып қоятын боламыз. Бұл хаттаманы жасаған кезде өте оңай әрі жылдам дайын болатын тағам түрі. Бұны балаларға жасап берсеңіздер, балалар қуана жейді. Қытырлатып, бұны жегенде арманда, жемегенде арманда дегендей керемет болып шығатын хаттама. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өте күшті болып шығады. Мінекей нанымыздың басын біріктіріп, әдемі қамыр жасағаннан кейін осындай бетін пищевой пленкамен жауып қойдық. Енді мен ыдысымызға осындай арасына шұжық қосатын болам. Сондықтан шұжықты осылай алдын ала турап қоятын едім, майларды. Енді осы шұжығымызды газда қуырып алатын боламыз, әбден қызарғанша. Оған дейін біздің нанымыз да міне дайын болып шықты, кішкене тындырдық. Енді осы қамырымызды әдемі 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Қамырымыз осылай топ-томалақ әдемі болып шықты. Осыны 4-ке бөлдік. Енді біртіндеп шетінен алып, жайып отыратын боламыз. Дастарханымызды тазалап жіберіп, қамырымызды жұп-жұқа етіп әдемі қылып жаямыз. Бұл хаттаманы жасау үшін енді арасына ұн себу үшін ұнның арасына мен крахмал қостым. Сол кезде нанымыз керемет қытырлақ болып әдемі болып шығады. Нанымызды жайып алдық, жұқалап. Енді майымызды жақтық. Майдың арасына мен сары май және тоң май қостым. Және пісіп шыққан шыжғырылған шыжығымызды да қостым. Бұл шыжықпен жасаған бізге ұнайды. Дегенмен жемейтін де балалар бар, сондықтан өте көп қылмай, шамалы көздің мөлшерімен жасадым. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай бұны әдемілеп, молдау қылып салып және жуа қосып салсаңыздар да болады. Мен балдарға жасағандықтан жуа қоспадым және шыжығын аздау қылдым. Және келесі нандарымызды да осылай тек арасына май жағып дайындап шықтым. Шыжық қосылған хаттамамыз өте тойымды болып шығады, сондықтан оны ыссы күйінде жесеңіз, әрине оны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Оны жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Бұл хаттаманы кішкене май құйып, майға да қуыруға болады. Дегенмен біздің енді қалауымыз осыны духовкаға салып пісіріп жейміз. Сондықтан майға да қуырсаңыз болады, духовкаға да пісіріп алсаңыз болады. Мен бүгін духовкаға пісіретін боламын. Мінекей біздің шұжық салған хаттамамыз осылай шықты. Егер менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Көптеген қызықты видеолар бар менің каналымда. Алда да видеолар салып отыратын боламын. Алда жаз айы, енді сүт өнімдерінен жасалған түрлі видеолармен бөліспекшімін. Қазан ошақта тамақ істеу, түрлі нандар пісіру, солармен бөлісіп отыратын болам. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Мінекей осындай күлшелерімізді жасап алғаннан кейін холодильникке қойып, салқындатып, шетінен жайып отырып, духовкаға пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің хаттамамыз дайын. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт жағып, қалауыңызша әсемдеп алуыңызға болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, менің каналымнан алыстамаңыздар.